Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздермен бірге осындай тауық еті қосылған рулет дайындайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқамызды салып, үстінен тұзымызды салып, венчиктің көмегімен жақсылап бір қалыпты етіп араластырып аламыз. Енді оның үстінен қаймағымызды салып, тағы да араластырып аламыз. Және үстінен 1 шай қасық куркуманы салып, жақсылап араластырамыз. Бізге куркума сары түс беру үшін қажет болады. Егер сізде куркума болмаса, кәдімгі тамаққа қолданылатын красительдің сары түсін қоссаңыз болады, немесе қоспасаңыз да болады. Оның үстінен осылай үккіштен өткен сырларымызды салып, қасықтың көмегімен араластырамыз. Міне осылай біз араластырып алдық. Енді өзіңізге қажет форманы алып, үстіне осылай қағазымызды төсеп, біз қоспамызды жақсылап біркелкі етіп жайып шығамыз. Егер сіздерде осындай құрал болса, осындай құралмен жақсаңыз болады жайып. Егер ондай құрал болмаса, кәдімгі қасықтың көмегімен бір тегіс етіп жайып шығасыздар. Осылай бір тегіс етіп жайып болғаннан кейін 180 градуста 10-15 минуттай пісіріп алатын боламыз. Енді біз рулетіміздің салмасын дайындауға кірісеміз. Ол үшін тауық етін осындай ет тартқыштан өткізіп аламын және пиязды бірге өткізіп дайындап аламыз. Егер сіздерде ет тартқыш болмаса, блендермен езіп алсаңыздар болады. Бірақ маған осылай ет тартқыштан өткізген ыңғайлырақ. Міне осылай салмамыз дайын және біздің пісіп шыққан рулетіміздің ішіне енді салмамызды осылай саламыз. Дәл видеода көрсетілгендей бір тегіс етіп жағып шығасыздар. Және осы қағаздың көмегімен біз рулетімізді орап, қайтадан пешімізде пісіріп алатын боламыз. Барлығын видеода көрсетілгендей істесеңіздер өте оңай, қиын болып көрінуі мүмкін бірінші жасағанда, бірақ жұмыс істеу барысында барлығы өте оңай. Осылай қолымызбен рулетімізді жинап алдық. Енді фольга парағын төсеп, соған рулетімізді орналастырамыз. Екі жағынан жақсылап жауып, конвертик ретінде буып, біз пешімізде 30 минуттай осылай фольганың ішінде пісіріп аласыздар. Осылай орап, екі шетінен мен форманың ортасына қойдым. Барлық жақтан бірдей от келіп, бір қалыпты пісу үшін. 30 минут пісіп шыққан рулетіміздің осылай фольгасын бетін ашып, тағы да 10 минутқа пісіріп аламыз. Және бұл рулетті кішкене суытып кессеңіздер өте әдемі болады. Бірақ мен ыстық күйінде кесіп жатырмын, себебі кешкі ас уақытына ұсынбақшымын. Рулетіміз осындай болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер, менімен бірге болыңыздар. Баршаңызға рахмет.